Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге осындай песочный пирогтың ортасына кез келген начинкамен жасай беретін түрін көрсететін боламын. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Барлығын дәл мен айтқандай етіп жасасаңыз, сіздікі де бір жасағаннан шығады, қыздар. Ең алдымен жұмыртқаға шекерді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Шекер ерігенше миксерлейміз. Негізі венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары май немесе маргаринді қосамыз да, бұны да бір миксерлеп немесе венчикпен араластырып жіберетін боламыз, қыздар. Енді електен өткізілген ұнды алып, үстіне разрыхлитель қосатын боламыз. Бір шай қасық. Мен барлық заттың мөлшерін міндетті түрде описание қалдырамын, сондықтан описанияны қарап шығыңыз. Одан кейін ұнды разрыхлительмен араласқан ұнды салып, кішкене миксерлеп, кейін лопаткамен, кейін қолмен әдемі бір келкі жұмсақ етіп қамыр илейміз. Оның көп салып жүрмеңіздер, қыздар, кішкене қарап, мен жазған мөлшерден көп артық салып жүрмеңіздер, қыздар. 50 грамм ары-бері болуы мүмкін, бірақ көп салмаймыз. Осындай жұмсақ қамыр шыққан кезде 30 минутқа морозилькеге демалдыруға қойып қоямыз. 30 минуттан кейін қамыр кішкене сары май қатқаннан кейін осылай алып, бір жағын үлкендеу, бір жағын кішілеу етіп бөліп аламыз. Кішілеу жағы тек бізге сәндеуге ғана керек. Негізі бетін сәндемеймін десеңіз, барлығын бір формаға пісірсеңіз болады, үлкен қылып. Енді дөңгелектеп немесе төртбұрышек етіп өзіңіздің формаңызға байланысты жайып аласыз. Менде 26 сантиметрлік форма, соған арнайлап жайдым. Осыған жақсылап орналастырып, бортиктерінде барлық жерін бір келке етіп орналастырып алып, астың жағын міндетті түрде вилкамен тесіп шығыңыздар, өйткені қатты ісіп кетуі мүмкін. Ортасына енді кез келген начинка салсаңыздар болады. Мен бұл жерде өріктің вареньесін салдым. Сіздер әртүрлі начинкамен немесе вареный сгущенка, творог жасасаңыздар да болады. Ал қалған екінші бөлігін жайып, дәл осылай ирек қып кесіп, сәндеп шықтым, қыздармен. Сіздер әртүрлі гүлдер немесе әшейін ғана полный жауып шықсаңыздар болады. Немесе қатты мұздатып, крошка етіп үстіне үгітсеңіздер болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған печкада 25 минуттай пісіріп аласыздар. 30 минут немесе 25 минут печкаңыздың пісіруіне қарай. Енді дайын болды. Суығаннан кейін ыдыстан түсіріп жей бересіздер, қыздар. Ас болсын.